Өмірде әр адам өзіне мақсат қойып, сол мақсатқа жетуге тырысады. Менің мамандық таңдауыма әкем ықпал етті деп ойлаймын. Әрине, бала кезінде әкемнің бүкіл қала ұйықта жатқанда, күн нұры көрінбестен жұмысқа аттанатыны, немесе балалары тәтті ұйқыға кеткенде жұмыстан оралатыны есінде. Сол кезде балалық сезіммен қасымда көп бола алмайтын әкеме деген реніш жүрегімнің түбіне ұялайтын. Әкем қашан келеді, неге жұмыста көп уақытын өткізеді деген сұрақтарыма анам үнемі байыппен, ақылмен әкемнің ел тыныштығын, менің балалық шағымның тыныштығын қорғап жүргені туралы құлағыма құя беретін. Үлкейе келе әкемнің жұмысының маңызды екенін түсіне бастадым. Осылай полиция қызметкері болу менің де арманыма айналды. Сөйтіп, мен 2014 жылы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясына оқуға түсіп, аталған оқу орнында 2018 жылы үздік дипломмен бітіріп шықтым. Қазіргі таңда Семей қаласы полиция басқармасы Әуезов полиция бөлімінің тергеу бөлімшесінің тергеушісі қызметін атқарып келемін. Полиция қызметкерінің күні таң атпастан басталады. Таңертең ерте тұрып, арнайы нысанды киімімді киіп, бірден өз жұмысыма барамын. Жалпы, ішкі істер органдарында әйел немесе ер адам деп бөлінбейді. Біз барлығымыз теңдей полиция қызметкерлері ретінде саналамыз. Яғни, қылмыспен күресуде және қоғамдық қауіпсіздікті қорғауда жеке уақытымызбен санаспай, ер адамдармен бірдей қызмет атқарамыз. Соның дәлелі кезекшілікке түсу болып табылады. Кезекшілік уақытында тергеуші жедел тергеу тобының жетекшісі және оның атқарған барлық жұмысына жауапты болады. Бұл салада біз әртүрлі мәселелермен келетін, сұрақтары бар адамдарды қабылдаймыз. Заң жүзіне барлығына өз қолымыздан келгенше көмегімізді көрсетеміз. Заңды тұрғыдан кеңес береміз. Халықтың және қоғам алдында полиция қызметкерінің оң беделін арттыруға тырысамыз. Жедел тергеу тобы құрамында болған кезде әртүрлі қиындықтар кездеседі. Соның бәріне затымыз әйел болса да төзімді болу керек екенін әрине мен білемін. Өйткені бұл өзім таңдаған сүйікті мамандығым. Ал енді қылмыс жасаған адамды полиция бөліміне алып келгеннен кейін онымен жауап алу жұмыстарын жүргіземіз. Соның ішінде оның сол қылмысқа қатыстылығын жан-жақты тергеп дәлелдеу ол біздің ең басты міндетіміз. Белгілі бір адамды күдікті ретінде таныған кезде, сол адамның тағдыры сенің қолында екенін түсінесің. Сондықтан, заңды дұрыс қолдана отырып, шынайы әрі әділ тергеуге тырысамын. Шешімнің заңды қабылданғаны туралы прокуратура органдарымен тексерілгеннен кейін, қылмыстық іс сотқа жолданады. Ал сот үкім шығарғаннан кейін, қоғамнан тағы бір қылмыскерді оқшаулап, атқарған жұмысының нәтижесін көріп, еңбегінің зая кетпегеніне қуанасың. Аталған жұмыстың барлығы жеке уақытының көпшілігін алғанына қарамастан, жұмысымды жақсы көремін. Әрдайым дұрыс мамандық таңдағаныма көзім жетеді. Жұмыстың көптігіне, қиындығына қарамастан адам болғаннан кейін, оның ішінде әйел адам болғаннан кейін, өзімнің денсаулығыма, жеке өміріме көңіл бөлуге тырысамын. Яғни үйдегі ата-анама көңіл бөлуді, өмірдегі құрбылармен сырласуды ұмытпаймын. Әкем маған үнемі айтатын: қызым, өмірде ең бастысы екі нәрседен қателеспеу керек: мамандық және жар таңдауда. Мен бұл жағынан қателеспеген сияқтымын. Құрметті әріптестер, сіздерді халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өмірде қандай жағдайлар, қиыншылықтар болса да, әрдайым әйел, ана екенімізді ұмытпайық. Мен сіздерге әйел бақытын тілеймін.